Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасын түсіндіру бойынша апта сайын консультациялық кеңес өткізілетін болады. Партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматуллиннің қатысуымен өткен кезекті қабылдауда осындай шешім қабылданды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында 11 мыңнан астам тұрғын үй мен 81 мыңнан астам жылу электр және көгілдір отын желілерін жөндеу көзделген. Оның үстіне Қазақстанда осы саланың заманауи үлгілері енгізілуде. Сондықтан да бұл мәселе бойынша қоғамдық қабылдау бөліміне хабарласатындар да өте көп. Бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматуллиннің қабылдауына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың Қазақстандық орталығы басқармасының төрағасы Алихан Бижанов келді. Қазірдің өзінде ел тұрғындары президентіміздің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласын жаңғырту бағдарламасының тиімділігін көріп отыр және бұл жұмыс толықтай Нұр Отан партиясының бақылауында. Бірақ менің ойымша бұл үлкен бағдарлама болғандықтан кеңінен насихаттауды және қолдауды қажет етеді. Партия осы жағынан көмектесуге уәде берді. Енді Нұр Отан партиясы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың Қазақстандық орталығы басқармасымен бірлесіп, апта сайын сала проблемаларына қатысты кеңес беріп тұратын болады. Жүздесу барысында осындай шешім қабылданды. Бүгін сонда Щучье-Бурабай курорттық аймағы ересектер мен балалардың белсенді демалыс орталығы жобасын қаржыландыруға көмектесу туралы да маңызды шешім қабылданды. Балалар қалашығы бой көтермек. Сам президент занимается... Біз Щучье-Бурабай курорттық аймағын дамытуға президентіміздің өзі баса назар аударып отырғанын білеміз. Сондықтан осы мәселеде Нұрсұлтан Әбішұлы басқарып отырған партиядан қолдау табатынымызға сендік. Ол сеніміміз ақталды. СПД жүктерді тасымалдау кәсіпорнының жетекшісі Таир Асылбеков еліміз көлемінде жүктерді тасымалдауды жаңғырту мен жетілдіру мәселесі бойынша арнайы ұсыныстармен келді. Олар ауыр жүк тасымалдайтын көлік мәселесі, жанармай тапшылығы. Бүгін қабылдауға келгендердің барлығы өздерін толғандырған сұраққа жауап алды. Қоғамдық қабылдау ақыл кеңес беріп, қолдау көрсетілетін жер қажет болған жағдайда мәселелер тікелей шешіледі. Партия қоғамдық қабылдау бөлімдеріне 50 мыңнан астам азаматтардың келуі, ол бүгінгі таңда Нұр Отан халықты демократиялық партияға деген халықтың өте үлкен сенімі. Азаматтардың көтеріп отырған мәселелері ол мыналар: әлеуметтік, жұмысқа орналасу және әрине үй тұрғын мәселесі. Біздер құзыретті органдарға 85% өтініш жібердік. Олардың барлығына нақты жауап алдық. Тағы да айтып кеткендей, сол көтеріп отырған мәселелердің 50% өзінің оң шешімін тапты. Алдағы уақытта Нұр Отан партиясы халықтың проблемасын шешуді жалғастыра береді. Өйткені бұл тікелей елбасының партия алдына қойған негізгі міндеті. Құрманбек Жұмағали, Бауыржан Сыздықов, Хабар Астана.